Құрметті тыңдарман, 40 тілде 30 миллион данамен таралған, өміріңізді өзгертіп жіберердей таңғажайып кітап «Жасампаз жандардың 7 дағдысы» Стивен Ковидің кітабын назарларыңызға ұсынамын. Мерейтойлық басылымға алғы сөз. Мен Стивен Ковиді 2001 жылы ол маған кейбір идеяларды бірге талқылауды өтініп, кездесуге шақырғанда алғаш көрдім. Жылы сәлемдесумен қоймай, ол байырғы таныстарша қол алысып амандасты. Қарапайым жауаптасудан басталған әңгімеміз 2 сағатқа созылды. Стивен мені бірден сұрақтың астына алды. Менің қарсы алдымда ұлы ұстаз, осы заманның ең беделді ойшылдарының бірі отырған еді. Және ол өзінен ширек ғасыр кіші бозбаладан сыр тартып, тың ой түйгісі келді. Сұхбат барысында маған да сауал қою мүмкіндігі туды әйтеуір. Сол кезде сіз 7 дағдыны қалай ойлап таптыңыз деп сұрадым. Мен ойлап тапқан жоқпын, деді ол. Қалайша, деймін түсінбеймен. Сіз кітап жаздыңыз ғой? Иә, жаздым, бірақ ол дағдылар баяғыдан белгілі. Олар табиғат заңдарына көбірек ұқсайды, деп жалғады сөзін. Мен бар болғаны оларды бір жерге жүйелеп, жинақтадым, қолдауға ыңғайлы етіп топтастырдым. Міне, осы сәттен бастап оның шығармасының әсері неліктен соншалықты күшті болғанын түсіне бастадым. Кітап болып шыққан нұсқаға жеткізу үшін Кови ойындағысын 30 жылдан аса зерттеумен, тәжірибеден сынап, оқытумен және дамылсыз жетілдірумен болды. Ол атақ-даңққа бөленуді аңсаған жоқ. Ол осы қағидалардың жұртқа жетуін қалады. Сол дағдыларды бойларына дарытсам деді. Ол 7 дағдыны бірінші кезекте өзін табысқа жетелейтін құрал деп емес, адамзатқа пайдасы тиетін игілікті қызмет деп бағалады. Франклин Кови, директорлар кеңесінің төрағасы Боб Уитман маған қоңырау шалып, жасампаз жандардың 7 дағдысының алғашқы жарияланғанына 25 жыл толуы құрметіне алғы сөз жазғыңыз келмей ме деп сұрағанда, менің ең алдымен істегенім кітапты басынан аяғына дейін қайта оқып шықтым. Оны 1989 жылы алғаш жарық көрген сәтте бас алмай оқып шыққанмын. Енді осы қағидаларға қайыра оралып, тағы да терең ризашылық сезіміне бөлендім. Сондай-ақ кітаптың бір жаңаша саралап, оның не себепті классикаға айналғанын түсінгім келді. Менің оған теңдессіз мәртебеге жетуіне себепші болған 4 факторды таптым. Бірінші, Кови өзінің тамаша тіл кестесінің арқасында жеңіл оқылатын, қисынды тұжырымдалық үйлесімге құралған қолданушы интерфейсін жасап шыққан. Екінші, автор зейінін жекелеген әдістер мен бір мезетті қызығушылыққа емес, мызғымас мәңгілік ұстанымдарға жұмылдырған. Үшінші, Кови бірінші кезекте жетістікке жету жайында емес, мінез қалыптастыру жөнінде жазады. Осылайша адамдарға жай ғана жетістікті тұлға емес, нағыз көшбасшы болуға көмектеседі. Төртінші, Кови өз бойындағы кемшілігін мойындайтын 5-ші деңгейдегі ұстаз еді. Сонымен қатар, өз білгенін өзгемен бөлісуге дайын тұратын. Стивен Кови синтез шебері болды. Оның жеке тұлға жасампаздығы саласында атқарған ісі дербес компьютер үшін графикалық интерфейстің маңызымен деңгейлеседі. Apple мен Microsoft өмірге келгенге дейін компьютерді күнделікті өмірде қолдана алатын адам аз еді. Ұғынықты қолданушы интерфейсі тачскрин туралы айтпағанның өзінде, курсорда түсінікті белгіштер мен экрандағы қалқып шығатын терезелер болған жоқ. Оның
оқырманға кейбір идеялары ұғынықты сипаттап, әрі тәжірибеде қолдану нұсқаларын да келтіріп отырған мысалдары өте сәтті шыққан. Ұттым күйінде ойлаңыз. Әуелі түсінуге, содан кейін түсінікті болуға ұмтылыңыз. Түпкі мақсатыңызды жол басында елестетіп алыңыз. Басты іске баса мән беріңіз. Ол осы идеяларды пайдалануға қажет дағдылар мен жаттығуларды үйрету үшін өзі бастан кешкен бала тәрбиесі, некеге тұру, достармен араласу тәрізді ахуалдар мен түйткілдерді арқау ету арқылы адамның идеяға қол жеткізу бұрынғыдан да жеңілдете түсті. Адамдардың бәрі о дүниелік, бірақ идеялар мен кітаптардың ғұмыры адамдыкінен ұзақ болуы мүмкін. Осы беттерді оқи отырып, сіз шығармашылығының шырайлы шыңында тұрған Стивен Ковимен танысасыз. Оның сізге қарата, иә, мен бұған шын мәнінде сенемін, және сіздің осыны түсінуіңізге, осыны үйренуіңізге, жақсырақ бола түсуіңізге, көбірек еңбектенуіңізге, мағыналы өмір сүруіңізге көмектескім келеді, деп айтқанын сезінесіз. Оның өмір жолы аяқталды, бірақ ісі жалғаса бермек. Ол дәл осы жерде, осы кітапта жалғасып жатыр. Ол бүгін де тірі. Кітап енді жазылып біткен кездегідей тірі. Жасампаз жандардың 7 дағдысы бар болғаны 25 жаста, және бұл өте керемет жол басы.